В общем, бүгін қызық болды. Короче, бізге бір комнатаға деген типа ремонт жасап жатырық та, енді соған бірдеңе керек болып шығайық деп бәріміз киіндік қой. Мен мына жерде енді боянған жоқпын, просто бетіме крем жақтым да, сосын пудра жаққам. Мына біреу пудраның несі тоны темный екен. Сіздер айтасыздар ғой, неге аппақ етесіздер? Потому что я сама светлая, видите, темный болса вообще темный болып кетемін. Сөйтіп киініп алды, ана жақта бәрі киініп жатыр. Бүгін Алматыда жаңбырлы. Сөйтіп тез-тез киіндік те бәріміз шықтық. Сосын шықтық та келдік қой комфортқа. Комфортқа келіп, мына жерде уже нелер енді көрсетіп жүрмін ғой, не бар, не жоқ, бәрін енді бірінші рет келіп тұрмын, если честно бар ғой. Бұрында бір көрдім, 3-4 жыл бұрын, не помню, бірақ мынандай ыдыстар тұр екен, бірақ әдемі, бірақ что-то бағалары қымбат, или осылай тұра ма, білмеймін. Сосын мына жерде есіктер тұр, обойлар тұр, өзімізге қызықта, біз тек қана просто Алина Экс бар ғой, ақтайтын, әктейтін бе не, сондай ғана қарап жүрік. Сосын мына жерде просто органайзер, анау-мынауларды, мынандай ыдыстар тұр екен, типа скидкамен деп тұр, жауап жоққа. Сосын мынандай ыдыстар тұр екен. Тағы не? Короче, бәрі бар, жоқ емес саттың, бәрі бар. Сосын шығып батсақ, мынандай бассейн сатылып тұр екен. Қыздар осылай етіп келдік те, сосын именно форумға жете бергенде Тамирдің телефоны жоқ, представляете, сөйтіп қайтып сол жаққа барып, хорошо, что қыздар алып қойған, сол жақтан алып келіп, қайтып форумға келіп, тамақ ішіп, бұлар деген кішкене ойнап, сөйтіп үйге келдік. Мынаны ары қарата сосын не істейтінімізді айтамын.